Еске алумен өлең жыр оқылғанда, өртесегер жүректі жалын ішкі, мәңгілікке аттанған жақын жанға, жеткізе алмай, айта алмай сағынышты. Жақсы жанның дәріктеп жүрген көшін, өмір жолын ұрпаққа құрыптауға, көз алдынан өшірмей нұр бейнесін, ұлы жанды тиіс біз ұмытпауға. Әбілдаев Орақбай Нақыпбекұлы әкеміз Жамбыл облысы Сарысу ауданы Байқадам ауылында 1952 жылы 4 наурызда дүниеге келген. 1973 жылы Жамбыл қаласындағы мәдени ағарту училищесін, 1989 жылы Шымкент қаласындағы Әуезов атындағы педагогикалық институтының тарих факультетін бітірген. Бар өмірін мұғалімдікке арнаған. Менің бала кезімде электр жарығы жоқ, телефон, телевизор жоқ. Жалғыз радио сөйлеп тұратын. Үйде майшам бар. Бәріміз соның жарығымен сабақ оқимыз. Бір қолымызда сия сауыт, бір қолымызда апам тігіп берген қол сөмке. Сабақтан қалмаймыз. Бала кезден еңбекке араластық. Ағам екеуміз киіз үйдің керегесіне керекті шыбықтарды кесіп әкелетіміз. 3-4 шақырым құмның арасынан арқаға салып көтеріп келетіміз. Әкем шыбықтарды жонып, қалыпқа келтіріп кептіретін. Содан кейін киіз үйдің керегесін құрастыратын деп, балалық шағын еске алып отыратын Орақбай әкеміз. 1973 жылы әкеміз анамыз Сәшіркүл Дәніш қызына үйленіп, отау құрды. Әкеміз бен анамыз да Жамбыл, қазіргі Тараз қаласындағы мәдени ағарту училищесінің түлектері еді. Әкеміз бен анамыз қызықты студенттік өмірлерін айтып, жиі естеріне алып отырушы еді. Сағынып еске аламыз, әке ана, сізді, еркелетіп өсірдіңіз бәрімізді. Өздеріңіз берген тәрбие ұмытылмас, тағылымы мол, тәлімді әрізгі. Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда, көнеміз ғой тағдырдың салғанына, көзімізге әп-ыстық жас келеді, әке ана өздеріңізді сағынып еске алғанда. Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге, келем үнсіз аңдамай, өкініш пе бұл қалай жеткізбейтін арман-ай, өтеді өмір шалғанай амал бар ма өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің, ай өтеді сымырай шалған өмір ай. Көктемгі жадыраған күнге мен қашан жетерімді білмей, жауыны көп таңдардай жаным мұңды бұл қалай өтіп өмір жалғанай, әуресіне салғанай амал бар ма,
2023 жылдың 3 мамырында Орақбай Нақыпбекұлы әкеміз дүниеден озды. Бәрі-бәріде сынақ білемін, өмір жайында ойлана қалсам, ерсіз адамдай жылап күлемін. Жүрміз өлместей өмірге келіп, жалғанның жайлы төрінде көріп, басыңа жауған бақыттың қары түседі-ау бір күн, түседі-ай бір күн, түседі-ау бір күн көңілден еріп. Кетер әкеңді алаңда кетер, кеткенше саған алаңда бөтер. Тірі кезінде құрметте бәрін, өкпелеген жеу заманға бекер. Бермес ешкімге тіршілік баға, татымас тағдыр бір шыбаққа да. Ана өмірге апаратының Құдайға қылған құлшылық қана. Ана өмірге апаратының Құдайға қылған, Құдайға қылған, Құдайға қылған құлшылық қана. Таусылса әттеңін ғана, салқын күндердің сәттерін қара. Жалғаннан жалғыз алатын еншің, бір-екі метр ақ кебін ғана. Сыналар өмір өтінде күшің, баядан мықты секілдел үшін. Жер бетін ешкім жаулай алмайды, жер жаулап алар бетіндегісін. Жер бетін ешкім жаулай алмайды, жер жаулап алар, жер жаулап алар, жер жаулап алар, жер жаулап алар бетіндегісін. Жетер Алладан Отбасылық, шығармашылық өмірлерін бірге бастаған анамыз бен әкеміз бірінен кейін бірі бұл өмірден кете берді. Топырақтарыңыз торқа, жатқан жерлерің жайлы, жандарыңыз жәннатта болсын. Фәни ғұмырындағы игі істеріңіз бақи өмірінде сауаптарыңызға жазылсын. Жарқын бейнелеріңіз жүрегіміздің төрінде мәңгі сақталады.